Сәлем достар, сіздермен салтанат. Мен бүгінгі айтатын тақырыбым тұмау. Суық мезгіл түсті дегеннен бактериялар мен вирустар өзінің жұмысына белсенді кірісе бастайды. Олардың негізгі жұмысы сол тірі ағзаға кіріп өсіп даму. Оған қарсы тұратын біздің ең мықты солдатымыз ол біздің иммунитетіміз. Сондықтан да иммунитетті көтеріп алуымыз керек. Тұмаудың алдын алудың ең негізгі профилактикасы алдын алуы осы иммунитетті көтеру. Қазіргі таңда ең бірінші ұсынарым балаларға осы құйрық майды жегізу өте қиын. Ал бұл құйрық май тұмаудың алдын алудың ең керемет әдісі деуге болады. Сіздерге балаларыңызға қиындықсыз осы құйрық майды берудің жолын айтамын. Менің пайдаланып отырғаным қойдың құйрық майы. Қазіргі балалар қойдың құйрық майын жемек түгіл, одан жиіркеніп тұрады. Ал осы әдіспен жасап көрсеңіздер, балаларыңыз осы қойдың шұжығын қайта-қайта сұрайтын болады. Құйрық майды осылай турап алған жақсы, майдалау және 4 бұрышты етіп. Әрі жақсы қуырылады, әрі тым майлы болып кетпейді жеген кезде. Не үшін құйрық майды пайдаланамыз? Өйткені ол асқазанды майландырады, жұмысын күшейтеді асқазанның. Сосын ішектерімізді майландырады, өкпені майландырады, өкпеміз құрғап кетпейді. Бұны жалпы қалай пайдаланамыз? Шұжықтарын нанға қосып балаларға жегіздіреміз. Осы жерде өте мұқият болыңыздар. Майды пайдаланарда, кез келген майды пайдаланарда, ересектерде де, балаларда да дене температурасы, дене қызуы көтеріп тұрмау керек. Майды тамақтың астына, мынау ангина бар ғой, ангинамыз көтеріп тұрады. Соның астына жақсылап майлап сыртынан және екі алақанға, екі табанға және кеуде тұсына және арқа тұсына жақсылап майлаймыз. Тым қалың етіп жақпаймыз, шоқалап сіңдіріп майлаймыз. Жалпы қазақ халқының барлығы бұл әдісті біледі деп ойлаймын. Өйткені ежелден келе жатқан біздің халықтық еміміз бұл. Құйрық майды дайындап алдық. Алманы қажетсіз бөліктерінен тазартамыз және осылай үлкендеу етіп тураған жақсы. Өйткені ол езіліп кетпейді қатты. Мен барынша қызыл алманы қолдануға тырыстым, өйткені қызыл алманың иісі және дәмі ерекше болып шығып тұрады. Майдың иісін кетіру үшін де және дәмін кіргізу үшін де осы алманы пайдаланамыз. Екеуінде жақсылап турап алдық. Табамызды қыздырып, қызып тұрған табада қыздырамыз. Орташа отта қатты күйіп кетпесін. Қатты күйіп кетсе, шұжықтардың иісі және дәмі өзгеріп кетеді. Шұжықтардың майы шыққан кезде және осылай әдемі болып қызара бастаған кезде алманы саламыз. Алманы салғаннан соң осылай бізде көпіршіп кетеді. Мұқият қозғап отырыңыздар. Қорқудың қажеті жоқ. Араластырудың барысында ол тоқтайды. Шұжық қуырылғанша тағы бір нәрсені айтып кетейін. Антисептик ретінде қолымызға спиртті сүртеміз. Сол спиртті мұрнымызға апарып иіскеуіміз керек. Сонда өкпе жолындағы әртүрлі микробтар өліп, өкпемізді тазартуға көмектеседі. Таңертең тұрған кезде терең тыныс алуды әдетке айналдырыңыздар. Өкпелеріңізді кеңінен, кеуделеріңізді кеңінен ашып тыныс алыңыздар. Неге шұжығымыз дайын болды? Алма қатты варенье болып езіліп кетпеу керек. Алма жұмсарды, өзінің витаминдерін майға шығарды және иісін берді. Құйрықтың тағы да дәмін келтіру үшін аздап шым-шым тұз қоссаңыздар болады. Міндетті түрде балаларыңызға дайындап беруге кеңес беремін. Шұжығын нанға жағып беріңіздер. Ал майын мен осындай шыны банкаға 2 бөлікке бөліп қоямын. Бірін жағу үшін пайдаланамын, ал екіншісін ішкіземін балаларға қасықпен. Жастағы балалардан бере берсеңіздер болады. Шай қасықпен аш қарынға жарты немесе 1 шай қасық. Ересектерге 1 ас қасық аш қарынға. Келесі тұмау түйген кезде ең алдымен біздің ауыз қуысымызды зақымдайды. Суға 1 ас қасық тұз салып,
Бірінші тамағымызға апарып қырылдатып тұрып шаямыз және ауыз қуысымыздың барлығын шайып түкіріп тастаймыз. Тамақтарыңыз жұтынуға қиын болғаннан осы әдісті жасап үйреніп алсаңыздар, алудың ең керемет жолы. Келесі әдісім жөтелді қойдыруға көмектеседі. Яғни өкпедегі қақырықты жинап жібітеді. Ол үшін бізге бір жұмыртқаның сарысы 250-300 мл көлеміндегі қайнаған жылы сүт, 1 қасық ас содасы, 1 шай қасық сары май және 1 шай қасық таза бал қажет. Жұмыртқаның сарысына соданы салып жақсылап араластырамыз. Екеуін жақсылап араластырып алдық, енді осы қоспаға балымызды саламыз. Ескертемін, мұқият болыңыздар. Егер осы қоспалардың ішінде қай-қайсына аллергияңыз болса, пайдаланбаңыз. Қоспаны 1,5 жастан жоғары балалардан бастап ересектерге пайдалануға болады. Күніне 3 мезгіл. Әдісте бұрыннан келе жатқан халықтық емнің бірі. Араласып болды, енді сары майымызды сүтке саламыз. Сүт қайнап тұрған ыстық болмауы керек. Біріншіден, балымыз 40 градустан жоғары ыстық температурада уға айналады. Екіншіден, жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін осы массада. Майымыз толық еріген соң жұмыртқалы массамызды қосып араластырамыз. Менің кеңестерім және тұмауға қарсы әдістерім пайдаларыңызға жарасын. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздейік. Иммунитеттеріңіз мықты болсын, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі, дендеріңіз сау болсын. Менімен бірге болыңыздар, кеңестерім кәделеріңізге жараса пікір қалдырып кетіңіздер. Амандықта жүздескенше, қош, сау болыңыздар.